Бүгінгі сабақтың тақырыбы екі өрнектің қосындысының кубын және екі өрнектің айырмасының кубын көбейткіштерге жіктеу. Міне екі өрнектің қосындысының кубы. Оны қалай көбейткіштерге жіктейміз? Көпмүшеліктерге жіктейміз. А қосылған b-ның кубы көпмүшелікке жіктеуіміз керек. Бұл үшін 3 дәреже, ол а-ның біз білеміз өзіне өзін 3 рет көбейту. Немесе былай жазуға да болады. А қосылған b-ның квадратына көбейту деп түсінсек те болады. Себебі негізі бірдей дәрежені көбейткенде негізі сақталады, дәрежелер қосылады деген ереже бойынша. Бірінші көпмүшеліктің өзін жаза тұрамыз. Себебі екі өрнектің қосындысының квадратын жақшасын ашып алғанша. Енді бұл формула біз білеміз. А квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Көпмүшені көпмүшеге көбейту ережесі. Көбейтудің үлестіріміз заң бойынша жақшамызды ашамыз. Сонда а куб плюс 2а квадрат b плюс а b квадрат. Аға көбейтіп болдық. Енді b-ға көбейтеміз. Плюс а квадрат b плюс 2а b квадрат плюс b куб. Енді ұқсас мүшелері бар болса біріктіреміз. Ұқсас мүшелері жоқ болса реттеп жазамыз. Яғни а кубтың өзін жазамыз. А квадрат b. А квадрат b 1а квадрат b-ға ұқсас. Олай болса біз оны 3а квадрат b деп жазамыз. А b квадрат на а b квадрат 2а b квадратқа ұқсас. Оны біз 3а b квадрат деп жазамыз. Плюс b-ның 3 дәрежесі. Яғни екі өрнектің қосындысының кубы мынандай көпмүшелікке жіктеледі екен. Сонымен формуласын жазып қоямыз. 3 дәрежесі тең. Мынандай заңдылықпен бірінші өрнек осы дәрежемен басталып 0 дәрежеге дейін кему ретімен жазылады. Ал екінші өрнек 0-ші дәрежеден басталып осы дәрежеге дейін өсу ретімен жүреді. Сонда а-ның 3 дәрежесі қосылған 3а-ның енді 3 дәрежесі болған, енді квадраты болады. Жаңа b-ның 0 дәрежесі болған 1 дәрежесі болады. Плюс 3а-ның 1 дәрежесі b-ның квадраты плюс b-ның кубы. Формуланы есте сақтау үшін осыны пайдаланған тиімді. Яғни бірінші а дәреже көрсеткіші 3, 2, 1, 0 дәреже қарай кеміді. Ал b-ның дәрежесі, b-ның 0 дәрежесі ол 1-ге тең жазылмайды. Одан кейін 1 дәрежесі, 2 дәрежесі, 3 дәрежесіне дейін өсті. Ал коэффициент бірінші және соңғы мүшелінің коэффициенттері 1-ге тең, ал ортасындағы коэффициенттер дәреже көрсеткіші қанша болса, тура сол санға тең болады етіп жазылды. Ал екі өрнектің айырмасының кубы дәл осы сияқты жазылады. Тек қана таңба кезектесіп орналасады. Бірінші өрнектің таңбасы плюс, одан кейін минус, одан кейін плюс, одан кейін минус. Яғни біз өзіміз соны жазайық. А қосылған b-ның кубы минус екі өрнектің айырмасының кубы. Қалай жазылады? Дәл осы формуладағыдай а куб таңба минус болғандықтан кезектеседі дедім. Плюс а куб минус 3а квадрат b енді плюс 3а b квадрат минус b куб деп жазылады. Яғни осы екі формуланы есте сақтаған жөн. Екі өрнектің қосындысының кубын және екі өрнектің айырмасының кубын пайдаланып көпмүше түрінде жазу. Яғни мына формуланы есімізге түсіреміз. Жаңа өзіміз танысып өткен. Сонда а плюс b-ның кубы бірінші өрнектің кубы дедік. А куб плюс 3 еселенген а квадрат b дедік. Плюс 3а b квадрат плюс b-ның кубы деп жаздық. Енді минус болған жағдайда қандай болады? А минус b-ның кубы болғанда бірінші өрнектің кубы а куб таңба кезектеседі дедік. Бірінші таңба плюс болды, енді минус болады. 3а квадрат b енді плюс болады. 3а b квадрат минус b куб. Енді бұл жердегі формуланың дұрыстығын тексеру үшін біз бірінші өрнектің дәрежесі куб дәрежеден бастап 0 дәрежеге қарай кемейді дегенбіз. А куб, а квадрат, аның 1 дәрежесі, аның 0 дәрежесі. Ал екінші өрнектің дәрежесі 0 дәрежеден бастап куб дәрежеге дейін өседі дедік. b-ның 0 дәрежесі ол 1-ге тең бізге жазылмайды.
бұның 1 дәрежесі, бұның 2 дәрежесі, бұның 3 дәрежесі. Дәл солай а куб, а квадрат, аның 1 дәрежесі 0, 0, 1, 2, 3 дәрежелер. Яғни берілген формуланың дұрыстығын осылай бір көз жібертіп тексеріп алуға болады. Енді осы формуланы пайдаланып мысалдар келтірейік. Айталық, а куб минус 6 а квадрат б плюс 12а б квадрат минус айталық қанша 8 б-ның кубы дейік. Енді осы өрнекті қай формуланы пайдаланып көбейткіштерге жіктесек болады. Керісінше қолданамыз жаңағы формуланы. Ол үшін біз мынаған назар аударамыз. Ең бірінші өрнектің кубы мен ең соңындағы тұрған өрнектің кубы. Ол ненің кубы болады? А-ның кубы, ол А куб деген ол А-ның кубы. Ал 8b куб деген ол 2b-ның кубы болады. Сонда біз мынаны қалған ортасында тұрған өрнекті сол бірінші және соңғы өрнектерді пайдалана отырып жаңағы мына формула түріне келтіріп алуымызға болады. Сонда мен А кубтың орнында А кубтың өзі тұр дейінде, ал 8b кубтың орнында 2b-ның кубы тұр дейік. Минустан басы өзі жазылады. Енді 6, мына жердегі минусты қойып қояйық, 6а квадрат b-ны біз формуладағы 3 біреуі болу керек. Екіншісі мына жақта а куб болса, мына жерде а квадрат тұр, өзі бар. Енді 6-ны 3-ке бөлсек 2. Ендеше b-ның орнында 2b өрнек тұр. Яғни 2b, мынау а, 3 ол формуладағы, соңында 2b, бірінші өрнек а өзі тұр. Енді плюс, дәл солай мынаны да жаңа көбейткіштерге жіктеп аламыз. Сонда 3 формуладағы 3, А-ның 1 дәрежесі, ол өзі жазылып тұр. Енді 12-ні 3-ке бөлсек 4. Ал 4 дегеніміз 2b-ның квадраты. Яғни бізде тексеріп жүретін болсақ, осы өрнектің өзі шығып тұр. А куб минус 3а квадрат b плюс 3ab квадрат минус b-ның кубының формуласына келіп тұр. Олай болса, біздің осы өрнегіміздің жіктелуі а минус 2b-ның кубы болады екен. Тағы бір мысал келтірейік. Осыны есімізде жақсылап сақтау үшін. Енді мынандай бір үлкен өрнек көп мүше берілген. Осы көп мүшені көбейткіштерге жіктеу керек. Бұл көп мүшені қалай көбейткіштерге жіктейміз? Ол үшін жаңағы заңдылығына назар аударамыз. А-ның дәрежесі кубтан бастап кеміп бара жатыр, b-ның дәрежесі 0-ден бастап өсіп бара жатыр. Яғни мына жерге қарасақ, x куб x квадрат, x-тің 1 дәрежесі, x-тің 0 дәрежесі. Яғни x айнымалының дәрежесі 3 дәрежеден бастап кеміді. Ал енді y айнымалының дәрежесі бірінші өрнекте y жоқ, яғни y-тің 0 дәрежесі бар. Y-тің 1 дәрежесі, y-тің 2 дәрежесі, y-тің 3 дәрежесі. Яғни айнымалы бойынша бұл осы формулаға сәйкес келеді. Енді коэффициенттер бойынша оның сәйкестігін тексеріп аламыз. Біз 27 деген санды көріп тұрмыз. 27 қандай санның 3 дәрежесі болады? Ол 3-тің 3 дәрежесі. Олай болса, мен осы жазуда олай жазсам болады. 3x-тің 3 дәрежесі минус. Енді 54x квадрат деп тұр. Бұл жерде екінші өрнегіміз x квадрат болу керек, және формулада 3 болу керек. Мінекей. Олай болса, мен жазам 3. Енді 54-ті 3-ке бөлетін болсақ, қанша болады? 54-ті 3-ке бөлсек, 10, 27. 27 дегенде біз қалай жазамыз? Енді 3x-тің квадраты десек. 3x-тің квадраты. 3-тің квадраты 9. 3 9-ымыз 27. Енді 27-ні қаншаға көбейтсек 54 болады? 2-ге көбейтсек. Олай болса, 2y болу керек. Міне осылай тексеріп аламыз. 3 формуладағы 3. Ал енді 3x-ті өзіміз а деп алсақ, онда келесі 3x-тің квадратында да жаңағы екінші а квадрат өрнегінің орнында да 3x тұру керек. Осы екеуінің көбейтіндісі арқылы келесі b өрнегінің қандай болатындығын анықтап аламыз. Енді ары қарай жазатын болсақ, плюс 3 формуладағы 3. Енді а өрнегінің орнында бізде 3x тұрғандықтан, мына жерде x-тің 1 дәрежесі, бұл жерде 3x тұру керек. Сонда 9x болды. 36-ны 9-ға бөлсек 4. Ал 4 2-нің квадраты. Ендеше мына жерде 2y-тің квадраты тұр екен. Ал минус 8y квадрат, 8 дегеніміз ол 2-нің 3 дәрежесі. Сонда 2y-тің 3 дәрежесі деп біз
осы мына жердегі тұрған мына өрнекті біз осылай ұсақтап көбейткіштерге жіктеп жазып алдық. А куб минус 3 еселенген А квадрат Б плюс 3 еселенген А Б квадрат плюс Б-ның 3 дәрежесі. Ал енді қосу. Енді қалғаны бізге нені береді? Қалған екінші өрнек 27, 36, 12 барлығы 3-ке еселік сандар болып тұр. Олай болса 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. 3-ті жақшаның сыртына шығарсақ, 27-ні 3-ке бөлсек 9х квадрат минус 12xy плюс 12-ні 3-ке бөлсек 4y квадрат. Мынандай үшінші шығады екен. Енді біз жаңағы өзіміз ұсақтап алған жердегі өрнек, мұнаның барлығы қай жерге дейін? Бізге мұна жерге дейін. Бізге формуланы береді. Ол 3х куб, А куб, А 2y куб, ол Б куб болып тұр. Сонда біз бүйтіп жазамыз. 3х таңба кезектесіп тұр, минус 2y-тің кубы деп жазамыз. Яғни осы үлкен көп мүшелікті біз мінекей 2 мүшеліктің айырмасының кубы түрінде жазып алдық. Қосу 3-тің өзін жазайық. Енді мына жерге қарасақ, 9 дегеніміз 3-тің квадраты, 3х-тің квадраты 9х квадрат болады. Ал мына жерде 2 еселенген. Егер 12-ні 2-ке бөлсек 6xy болады. 6 ол 3 бір мүшелікке, келесі 2y жаңағы 4y-тің квадраты. 2y-тің квадраты 4y болатындығынан біз мұнаны толық квадрат түрінде жазып аламыз. Сонда 3х минус, ортадағы таңба минус болып тұр, 2y-тің квадраты деп жазсақ болады. 3х-тің квадраты 9х квадрат, екеуін 2 еселеп көбейтсек 12xy болады, 2y-тің квадраты 4y квадрат. Енді осыдан нені байқаймыз? 3х минус 2y-тің кубы, 3х минус 2y-тің квадраты. Кіші дәрежедегі өрнек ортақ көбейткіш ретінде жақша сыртына шығады. Сонда 3х минус 2y-тің квадратын жақша сыртына шығарамыз. Сонда 3 дәреженің квадрат дәрежесі жақша сыртына шықса, жақша ішінде 3х минус 2y-тің бір дәрежесі қалады. Бір дәрежесі қалды. Ал екінші өрнектен плюс 3 қана қалады. Ал жақшаның ішінде ұқсас мүшелер жоқ. Олай болса, мінекей, мына көп мүшелікті қысқаша көбейту формулаларын пайдаланып көбейткіштерге жіктедік. Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, мына теңдеуді шешіп көрейік. Бұл теңдеуді шешудің екі түрлі жолы бар десек болады. Біріншіден, екі өрнектің қосындысының кубын өзін қалдырып, ал x куб плюс 8 өрнегіндегі 8-де 2-нің кубы деймізді, а куб плюс b кубты пайдаланып көбейткіштерге жіктеп жіберуге болады. Ал біз оны басқаша кішкене өзіміз үйренген формуланы пайдаланып, екі өрнектің қосындысының кубы арқылы жақшаны ашып алайық. Сонда формула бойынша бізде бірінші өрнектің кубы плюс 3 еселенген бірінші өрнектің квадраты, екінші өрнектің өзі, таңба плюс болғанда барлығы плюс болады дегенбіз. 3 көбейтілген бірінші өрнек, екінші өрнектің квадраты плюс екінші өрнектің кубы тең болады x куб плюс 8 деп жазайық. Енді осы жерде x кубтың өзі қалады. Плюс екі жерде үшіміз 6х квадрат болады. Плюс 2-нің квадраты 4, 3-4-іміз 12х болады. Плюс 2-нің кубы 8 дейік. Тең х куб қосылған 8. Сонда теңдіктің оң жағындағы х куб қосу 8-ді сол жағына қарай минус х куб, минус 8 деп өткізетін болсақ, онда х куб пен х куб 8 бен 8 жойылады екен. Сонда бізде не қалады? 8 бен 8 жойылды. Сонда бізде 6х квадрат плюс 12х тең 0 толымсыз квадрат теңдеуі қалады екен. Бұл жерден 6х-ті жақша сыртына шығаратын болсақ, х қосу 2 жақша ішінде қалады. Енді көбейтінді 0 болу үшін көбейткіштердің әрқайсысын 0-ге теңестіреміз. 6 деген тұрақты сан 0 бола алмайды. Ондай болса, х тең 0 болады бірінші жағдайда. Немесе х плюс 2 тең 0, бұдан х-тің мәнін минус 2 деп жазсақ болады. Бұл бір әдісі. Ал екінші әдісі, жаңа өзіміз айтып кеттік, х куб плюс 8-ді а куб плюс b кубтың формуласы арқылы көбейткішке жіктеп, ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып, содан кейін барып көбейткіштердің әрқайсысын 0-ге теңестіріп шешуге болады.